yaratan yine tatarsan baltanların için yaratan tutuk edip yeşil yeşmep yağan yağmurların için yaratan. Yazışı özünün şitliginde beklenip yata almay. O nese kadar yoraklaşıp buna da yaşay almay. Mine men mında yatsam nedir ideologiya alıp barırım, kim bularım, kariyeri deyip ayta almay. O başka oğullarına öğrenirge teyir. Başka oğulunu öğrenim mınısı icat indi. Hem mine benim şu 19 yaşımdan indi, 19 olmağın yali. Sobur avlavşı bulup gittiğim. O benim başka oğullarını öğrenü de bulgan. Azgına oyakka basу үшін ki yaşırım batım түгіл, біздің буында енді yetimler бик көп. Әти соғыштан қайтады, біздің мен туға шөлейінді. Мен туам, ярты yıldan әти өле. Анық сәлеметлігі шуңағына жете. 3 бала біле әни қола. Һәм көз алдан кетергіз, ауылның ең соңғы салам төбесі бізде. 1000 yurtlı ауылның ең соңғы салам төбесі бізде. Аның әлі төбесіне толық мініп, оқтарайды ол саламны. Анда алабута өсейді. Анда әни мен алмайынды, ең кішкене бала мен мініп улалабытан жылқы едім. Әлі анда салам істеп түшейдім ема. Һәм міне шушы төбе астында өскен бала, ол бик көп нәрсені жоғалтқан бала. Шуңа көрәгі нәдір дә, менің бәлки язушы болар әтілегенміндір. Мен нәрседір испат етер әтілеген. Мен нәрсегедір лайық әлі деп әтер әтілегенміндір. Һәм міне шушы салам төбеден құтылыр үшін нәрсе бірінші шырақта. Әгер де мен шул елны оқыра кірген болсам, бұл хайыршылық мені артымнан ер барыры. Әме тұттым да шқа кеттім, собыр аулаушы болып. 8 ел. Һәм бұл неде міне бұл меңа құм сағаты деген роман язарға мүмкіндік берді. Материал берді. Материал болмаса жазып болмай. Ол бармақтан суырып, 1-2 шиғыр жазып бола, 1-2 хике жазып бола емі, мектеп еллары турында. Материал тұрмышта. Міне шушы материал меңа собыр аулау шырында нендеген мотор болар. Әлбәттә мен Оқтаныштан башладым. Оқтаныш менің өзім сойлап болмадым аны. Мені шулай жіберділер районларға. Ondan әкірінеп, Мамадыш, Алабуға районларында, onları Дүбияз, Бейіктау районларында. Һәм көз алдына кетіргіз, мен бір аулаған су скважиналары, міне қазір енді 50 ел өткен, әлі олар хаман су бере. Бұл түгіл міне романтика, бұл тұрмыштың кешкешінің бір мәғнесі бар деген сөз еймі. Шуңа көрә мен yazушы болмасам да, өкінмәсейім, ләкин yazушы боласы келе. Һәм менің қызмет хақын сізге қәр мен шуға аңлатыра білем, мен социализм малайы бетіндеймі. Әйтек, колхоз председателі 160-180 сум ақша алғандар. Қызметкен, зарплат олақтаймы. Мен 680-720 сум ақша алған болды. Бір аулау ұстасы болып. Чүнки мен енді Ростовқа мастерлік оқытып жіберділер, сол бір аулау бойынша емі. Құм сағаты романын мен шул қадәртігі биография yazған кебекіне яздым. Һәм шушы зарплатын тошлап, мен жетті, меңа білім керек деп оқырға кірдім. Қоя кірем? Культура институтына. Не үшін? Не үшін университетқа түгіл? Не үшін питқа түгіл? Мұның сәбәбі бір гіне. Менің әзірек міне бұл юмор, сатира деген бір бек мауықтырды кішкенеден. Мен кішкенеден өзім сәхнелерде шығыш жасайдым. Концертлар менен башқа болмайды. Әгер өзім жазып үлгермесе, мәсек болса да сөйлейдім менеме. Мен алып жақын еді. Демек сәхне жақын. Культура институтында сәхне де, әдәбият та, режиссура да, драматургия да бар еді. Бұл менен бек жақын еді. Әгер мен университетқа кірсем, әлі бәлки жазушы да боламаған болар еді. Мұның ауыр қабыл етмесінлер, біздің университет ғалимдер емі. Чүнки yazушы түп білімні, түп энергияны, түп мына шушы талантны ауылдан алып келе. Ауыл мәктәбінде сен нендей запас жиған, келешекте шуны өстіресің гіне. Шуңа көрә мен культура институтына оқуыма бірде мен күндізгі бөлікке кірдім. 40 сум стипендияға. Мына шамалап қарағыз емі? 720 сум зарплатасын 40 сум стипендия һәм тулай тараққа кіріп орнаштым. Һәм жаратып оқыдым. Ләкин мискін болып оқымадым. Енді яш бар. 28 яшта мен бірінші курста, 31-де бітірем енді институтны диплом алам. Буй бар, сын бар, профессия бар. Мих бірләшмәсіне барам, жүрім. Менің нештәптір суд ересінде ненде де болса іш болыр әтер студентқа деп. Бір заман қарайым, чөкіш білет, чың-чың трубаға соғалар, шынды жақын рәқәт тауышты кеймі. Труба тауышы. Мына бұл құм сағаты yazылуын тарихын сөйлемейді мен өзім шайы бет. Һәм сонда келіп кірдім, территория кіріге ярамай андаймы. Ол мех бірләшмәсінің жабық цехы, шундан начальник цехы жүгіріп чыған. Нәрсе керек саңа? Мәйтем, труба тауышы яқын. Сен кім? Мәйтем, мен, конечно, студент. Ләкин мені аңладым. Менің 2 малайы өстірдім дей. Әйбет. 2 малайының бірсі де оқи алмады. Оқиса ке, мен сені оқытам, бұлай болса дей. Келесің,
Оқудан соң керәсең сәгать 4-тә эшкә. 10-га кадәр мин сиңа нәрәт калдырам. Насуслар ремонтлыйсың, задвижкалар ремонтлыйсың. Тулы зарплата бирәм ди. Һәм ул миңа 120 сум зарплата, стипендия алам 40 сум. Төзелеш отрядларына җирдем. Аннан килә, шулай да мин үземне бердә мескен булдым димим.